Бүгін мен ежелгі еврей мемлекетінің құлауына қазақтардың себеп болғандығы жайында айтатын боламын. Достар, егер сіздер үйде отырып жұмыс істеу арқылы ютубтан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Израиль ұрпақтарына Алланың мейірімімен Тәурат, Забур, Інжіл секілді ұлы кітаптар мен оларды түсіндіретін көптеген пайғамбарлар жіберілді. Израиль халқының арасында тура жол тапқан ізгілер мен тақуалар да болды. Дегенмен қырсықтар мен жалтарушылар, бұзақылар Алланың кітабына өзгеріс енгізіп, келген пайғамбарларды өлтірушілер де жетіп жатты. Израиль ұрпақтары қаншама ескертулерге қарамастан әбден шектен шығып есірген тұста Алланың қаһарына ұшырап әртүрлі азаптарға ұшырады. Кейбірін Алла маймыл мен шошқаға айналдырып жіберді. Оларға Алла жіберген азаптардың қатарында соғыс та бар болды. Біз оны Құранда айтылған Талут пен Жалут оқиғасынан біле аламыз. Сондай-ақ Израиль ұрпақтарының мемлекетіне Алланың қалауымен ежелгі жауынгер қазақтар да басып кірген болатын. Бүгінгі видеода мен қазақтардың Израиль ұрпақтарына жасаған шапқыншылығы мен оларды қалай Вавилонға жығып бергендігі жайында айтатын боламын. Сақтар Қазақстан аумағын мекендеген ежелгі қазақтар болып табылады. Сақтарды құраған үйсіндерден қазіргі ұлы жүз қазақтарының басым көпшілігі тараған. Сондай-ақ сақтарды қаңлылар да құрады. Сақтар өте жауынгер, агрессивті мемлекет құрып, үнемі көрші халықтарға шапқыншылық ұйымдастырып, басып алу мен тонау саясатын жүргізді. Сақтар бірнеше рет таяу шығысқа басып кіріп, ондағы мемлекеттердің астан-кестеңін шығарып кетіп отырды. Сондай ірі оқиғалардың бірі біздің заманымыздан бұрын 630 жылы орын алды. Иран аумағына басып кірген көшпенділер Парсы елін бағындырып, Мидия империясының негізін салды. Қазақстан аумағынан шыққан кемелер Кіші Азияны жаулап, гректерді күйретті. Көп кешікпей Қазақстан аумағынан шыққан сақтардың қалың қолы Мади патшаның бастауымен таяу шығысқа басып кіріп, Месопотамияны басып алды. Сол кездегі таяу шығыстағы еврей патшалығы Вавилон, Ассирия, Урарту, Египет елдері сақтардың басқыншылығын тоқтата алмады. Ассирия мен Вавилон сақтармен одақтасып, олардың күшімен өз мәселелерін шешуге тырысты. Бастапқыда Ассириямен одақтас болған сақтар оларды сатып кетіп, Иранды жаулаған туыстары Медиялықтар және Вавилондармен одақтасып, Ассирияға басып кірді. Одақтастар Ассирия астанасы Ниневияны 3 ай қоршаудан кейін біздің заманымыздан бұрын 612 жылы алып, мол олжаға қарық болды. Медиа түркілері өздерде тиген соғыс олжаларына көңілдері толып кері қайтса, Мади патша бастаған сақтар мен Вавилондықтар одан әрі жылжып, Ассирияны талқандауға кірісті. Египет әрең дегенде сақтар мен Вавилондықтардың басқыншылығын тоқтатты. Сақтардың негізгі күші Палестинаға басып кіріп, ондағы еврей мемлекетін күйретті. Израиль ұрпақтары сақтардан жеңіліске ұшырады. Ауыл аймақтар күйреп, мал-мүлік жаппай тоналды. Сақтардың қатыгездігінен қашқан еврейлер бекіністерге тығылды. Бірақ сақтар бекіністерді қоршап, бірнешеуін басып алды. Сақтардың шапқыншылығынан еврейлер Вавилонға бодандыққа түсіп қалды. Яғни ежелгі қазақтардың Палестинаға басып кіріп, ондағы еврей мемлекетін тонап, басып алу нәтижесінде еврейлер сақтардың одақтасы болған Вавилонға бодандыққа түскен болатын. Вавилондағы құлдық еврей тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі болып саналады. Вавилон патшасы Навуходоносор II еврей мемлекетінің өмір сүруін тоқтатып, еврейлерді Палестинадан қуып шықты. Тек Парсы патшасы Кир Вавилонды жаулаған соң еврейлерге отанына қайтуға рұқсат берілді.